Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге осындай керемет көтеріліп әдемі болып шығатын булочканың рецептімен бөлісетін боламын. Өте оңай, үйдегі бар қарапайым заттардан жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Және де менің видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Суымыз міндетті түрде жылы болу қажет. Онан кейін құрғақ аштығымызды, егер болмаса балғын аштығын қолдансаңыздар да болады. Кішкене ғана тұзымызды және қантымызды қосатын боламыз. Ендігі кезекте барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Сонан кейін бір жұмыртқамызды саламыз, және де бөлме температурасындағы болмаса алдын ала ерітілген осылай сары майымызды қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, төменде описание бөліміне барлық құрамын жазып қоямын, сол жерден көре аласыздар. Ең соңында ұнымызды саламыз. Ұнымызды аз-аздан салып, қасықтың көмегімен араластырамыз. Алдын ала мен оны ситодан өткізіп алдым. Сіздер де солай жасасаңыздар болады. Құрамында айтылған ұннан артық ұн қоспаңыздар, себебі тестіңіз қатты болып кетуі мүмкін. Осылай қолымызбен илеп, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Дәл осындай қамыр шығады. Кішкене ғана осылай ортасына қойып, үстіне кішкене ғана сұйық майымызды құйып, бетіне жағып қоямыз. Сол кезде әдемі көтерілетін болады. Целлофанымызды жауып, жылы жерге 1 сағатқа немесе 1,5 сағатқа қалдырамыз. Менде шамамен 1 сағаттан астам уақыт тұрды. Қараңыздар, өте әдемі болып көтерілген, осылай бір тегіс болып көтерілуі қажет. Сонан кейін қолымызды кішкене майлап, қамырымызды осылай ұсынша етіп қылып аламыз да бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Әрбір бөлген бөлігіңізді осылай қолыңыздың көмегімен айналдырып, дөңгелек қылып жасап қоямыз. Міндетті түрде дөңгелек болу қажет. Әрбір қамырыңыз 85-90 граммды құрауы қажет. Кішкене қамырларымыздың бетін жауып 20 минутқа қалдырамыз. 20 минут өткеннен кейін осылай бір қамырымызды алып, осындай баклажканың крышкасын қақ ортасына қолымызбен басатын боламыз. Және де пышақтың көмегімен жиегін осылай әдемілеп кесіп шығамыз. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырдың әдемілеп тұрып шетін түйетін боламыз. Сонда гүл формасы шығады. Крышкамызды сонан кейін алып, өзіңіз қалаған начинканы сала берсеңіз болады. Мен осындай вареный сгущенка саламын, себебі маған осылай ұнайды. Сіздерде өз қалаған начинкаңызды салсаңыз болады. Творог немесе джем қолдансаңыздар, немесе варенье қолдансаңыздар да болады. Барлығын осылай жасап шығатын боламыз. Өте оңай, дастарханда әдемі болып көрінетін болады. Құрметті менің көрерменім, маған әлі тіркелмеген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басыңыз. Мінекей барлығын жасап шықтым. Енді үстіне осылай жұмыртқаның сарысын жағатын боламын. Булочкаларыңызды қойған кезде бір-біріне қатты жақындатпайсыздар, және де үстіне мак немесе кунжут сеуіп шықсаңыздар да болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минутта пісіріп алатын боламыз. Мінекей менің булочкаларым пісті. Қараңыздар, қызарып, осылай әдемі формада пісетін болады. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліңіздер, алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.